Ассалаумағалейкум, армағазақ. Егер осы сөз қызықтырып жатқан болса, онда арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймелерін басып, видеоролигімізді соңына дейін қарастырыңыз. Ал онда біз бастадық. Сыртқы істер министрлігі Шенген визасын алуға неге қиындағанын осындай түсіндірді. Кейбір қазақстандықтар Шенген елдеріне барғанда автокөліктерді жалға алып айыппұл төлеместен елден кетіп қалады. Әрине, бұның бәрі қордаланады. Басқа да құқық бұзушылықтар да бар. Бөтен елге барғанда оның заңдары мен ережелерін сақтау қажет. Студенттер кредит алып төлемей елден шығып кетеді, деді министрліктің ресми өкілі Айбек Смадияров апта саясатындағы брифингте. 1 наурыздан бастап кейбір елдер үшін Шенген визасын беру кезінде қосымша консультациялар өткізіледі. Олардың арасында Қазақстан да бар. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және ең соңғы жаңалықтарды алғашқылары қатарында тек қана біздің каналымызда біле аласыздар.